Туризм. Әлемдік экономикалық ішкі жалпы өнімнің 10%-ін алып жатқан сала. Әлем бойынша туризмнен түскен табыс мұнай өнімдері және автомобиль экспорты табысынан кейінгі 3-ші орында келеді. Сәлем, YouTube-та қарапайым экономика арнасы. Өздеріңіз түсінгендей, біз бүгін әлем бойынша 300 миллионға жуық адам қызмет жасайтын экономиканың үлкен саласы туризм жайлы айтамыз. Жер планетамыз қандай үлкен болса, туризм ауқымы да сондай үлкен. Бұл салада жер бетіндегі еңбекке қабілетті адамдардың 8,6% жұмыс жасайды. Әуелі туризмге анықтама беріп өтейік. Кез келген серуен немесе саяхат туризм болып есептелмейді. Дүниежүзілік туризм ұйымының белгілеуі бойынша, әдетте әлдекім 88,5 километр, яғни бұл 55 ағылшын милі қашықтыққа барып, кем дегенде 24 сағат аялдаса, турист болып есептелінеді. Демек, әлде бір туристік аймақтан 24 сағаттан аз уақытта өту адамды турист етпейді. Туризмнің экономикалық маңызы зор болғанымен, турист экономикалық мүддені көздемейді, яғни өзі сапарлап барған елден табыс табуға ұмтылмайды, және шет елдік туризмнің тағы бір алғы шарты туристің ақшасы да өзімен бірге шет елден келген болуы керек. Туризм негізінен үлкен екі түрге бөлінеді: ішкі туризм және халықаралық туризм. Сенесіз бе, әлемнің көптеген елдерінде, әсіресе ұлттық мүддесін ойлайтын демократиялы елдерде ішкі туризм ұлттық туризм деп аталады. Ал біздің елімізде дәл осы ұлттық туризм неге екенін қайдам ішкі туризм деп аталады. Бұл салада ұлттық мүддеміздің жоқ екенін айшықтап бергендей, біз экономиканың қай саласында ұлттық мүддемізді қорғап едік. Туризмнің екінші түрі халықаралық туризм. Дәл осы халықаралық туризм саласы арқылы қазба байлығы жоқ мемлекеттер шет елден келетін туристерге қызмет көрсету арқылы табыс табуда. Халықаралық туризмнің негізгі алғышарты туристтің қаражаты да өзімен бірге шет елден келген болуы керек. Мысалға, шет елдік бір топ азамат Қазақстанға келіп демалса және оның барлық шығындарын қазақстандық компания өтесе, бұл сапар халықаралық туризм болып есептелмейді. Себебі елге адамдар келді, ал ақша келген жоқ. Қарапайым экономика арнасының көрермендері дәл осы халықаралық туризм маңызын түсінсе дейміз. Сол себепті қызықты мәліметтерді келтіре отырып түсіндірейік. Сонымен, қазіргі туризм бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы. Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен бір шет елдік туристің беретін табысын алу үшін оған пара-пар шамамен 9 тонна тас көмір, немесе 15 тонна мұнай, немесе 2 тонна жоғарғы сортты бидайды әлемдік нарыққа шығару керек. Бұл ретте шикізат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс жасалады. Шетелдік экономистердің есебі бойынша 100 мың турист қалада орташа есеппен 2 сағат болған кезде кемінде $350 мың, немесе адам басына 1 сағатта $17,5 жұмсайды. Сөйтіп, шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризмді дамыту ұзақ мерзімді экономикалық тиімді болашақ. Туризм мемлекеттің экономикасына 3 оң нәтиже береді. Біріншісі, шетел инвестициясының және валютасының құйылуын қамтамасыз етеді, және төлем теңгерімі мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды. Екінші, халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге көмектеседі. Дүниежүзілік туризм ұйымы мен Дүниежүзілік туризм және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша, туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салаларда болатын 5-тен 9-ға дейінгі жұмыс орны келеді екен. Туризм тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласының дамуына ықпал жасайды. Үшінші, елдің инфрақұрылымын дамытуын жылдамдатады. Әлем бойынша қай ел ең көп турист қабылдайды деген сұрағыма көптеген қазақстандық азаматтар Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері немесе Египетті айтады. Алайда бұл жауап қате. Қазақстандықтардың таңдауы көбіне осы елдерге түседі, бірақ әлем бойынша ең көп турист қабылдайтын ел ол Франция. Францияға 2020 жылғы пандемияға қарамастан 117 миллион турист барған. Елдерден бұрын ең көп турист қабылдайтын құрлықтар туралы айталық. Әлем бойынша жылда 1,5 миллиард туристік сапар тіркеледі. Бірінші орында Европа құрлығы. Европа әлемдік туристердің 52%-ін қабылдауда. Екінші орында Азия 26% үлесімен, үшінші орында Америка және көш соңында Африка құрлығы. Африка еншісіне бүкіл әлем туристерінің 5%. Сонымен әлем бойынша
туристер ең көп баратын ел Франция дедік. Ал бұл қаншалықты маңызды екенін түсіндіру үшін тағы бір дерек келтіре кетейік. Франция жылына 117 миллион турист қабылдап, 71 миллиард доллар табысты осы саладан табуда. Туризмі дамыған және ең көп турист қабылдайтын елдер тізімі мынандай. Екінші орында Мексика 51 миллион турист жылына, үшінші орында Америка құрама штаттары 45 миллион турист жылына, ары қарай Италия, Испания, Венгрия, Қытай, Хорватия, 9-шы орында қазақтардың жақсы көретін Түркия, ал Біріккен Араб Әмірліктері 15-ші орынға жайғасқан. Дәл осы туристерден ақша табыс түсіру бойынша айтар болсақ, сан емес, сапа маңызды екенін түсіну қиын емес. Ал енді қызық факт. Америка құрама штаттарына туристер Франциядан аз барады. Соған қарамастан, штаттар Франциядан 2 есе көп табыс табады. Туризммен Америка құрама штаттары жылына 233 миллиард доллар табыс табуда. Неге деген заңды сұрақ туындайды. Әрине, біріншіден, Америкада туризм қымбат. Қонақ үйлер мен туристерге қажетті игіліктердің бәрі де арзан емес. Сол себепті бұл елге қалталы бай бағландар демалуға барады. Екіншіден, Америкада туристердің болу ұзақтығы өзге елдерден ұзақтау. Круиз, яғни ашық теңізге саяхатқа шығу бұл елде дамыған, яғни бір кемеде 6000 турист бірнеше аптаға ашық теңізге саяхатқа шыға алады. Ал туристердің елде болған әр күні сол ел үшін пайда. Неғұрлым турист елде ұзақ аялдаса, көбірек қаражат жұмсайтыны түсінікті ғой. Алайда дүниежүзілік туризм ұйымының белгілеуі бойынша, егер турист елде 1 жылдан ұзақ мерзімге аялдаса, ол турист болып есептелмейді. Сол себепті көптеген елдерде туристік виза ұзақтығы 1 жылдан аспайды. Ақша әрқашанда қызықты тақырып болған. Сол себепті қай елге қанша турист баратынын емес, қай ел туризмнен қанша ақша табатынын айтып өтейік. Біріккен Араб Әмірліктері 38 миллиард доллар, Түркия 42 миллиард доллар, Италия 51 миллиард доллар жылына, ал Таиланд 65 миллиард. Жаңа айтып өткеніміздей көш басында Америка құрама штаттары 233 миллиард доллар жылына. Ал біздің еліміздің туризм саласындағы әлеуеті қандай деп қызығып отырған көрерменге Қазақстанның туристік әлеуетін айтып өтейік. Осы орайда бір ғана мысал келтірейік. Өзіңіз ойлап көріңізші. Гонконгтан Алматы арқылы Европа елдеріне ұшатын саяхатшылардың Алматыда 72 сағат аялдауына болады. Бұл дегеніңіз 3 күн. Сол кезде олар Алматыны аралаудың орнына ұшақпен Өзбекстанға барып, 2 күн саяхаттап, 3-ші күні Алматы арқылы Европаға ұшып кетеді екен. Ішіңізден, оңбағандар деп отырсыз ба? Жоқ, олардың еш кінәсі жоқ. Туристердің басты мақсаты аз уақыт аралығында көп нәрсе көру. Ол үшін көлік керек. Бізде жол нашар, туристік орындар бір-бірінен алыс, автобустар ескі, пойыздарға жазда билет жоқ, ал ұшақ билеті тым қымбат. Қазақстанда бір ғана Алматы-Астана бағытындағы темір жол пойызды әлемдік стандартқа сәйкес келеді. Ал қалған бағыттағы темір жол жолаушылар тасымалдары әлемдік стандартқа сәйкес келмейді. Тіпті турист межелеген туристік аймаққа жетті дегеннің өзінде, ол жерде сол келген туристке лайықты инфрақұрылым, сол турист қалтасына сәйкес келетін қызмет бар ма? Әр қазақ мақтана айтатын шарын шатқалында дәретхана бар ма? Бар болса, ол қандай жағдайда және қаншалықты оңай тауып барасыз? Немесе туристік өлкемен таныстырар гид қанша тіл біледі және оның білімі қандай деңгейде? Мысалға, турист болып Тадж-Махалға барсаңыз, әлемнің барлық тілдерінде сізге бұл керемет архитектураның тарихымен таныстыра алар еді. Сонымен, Қазақстанда 500-ден астам туристік фирмалар қызмет етеді. 80 елдің туристік фирмасымен келісім жасалған. Еліміз жылына 2 миллионға дейін турист қабылдайды. Негізгі ошағы Алматы, Астана және Шығыс Қазақстан облыстары. Елімізге көбіне туристер Ресейден, Қытайдан, Германиядан, Пәкістаннан, Польшадан және Түркиядан келеді. Ал қазақстандықтардың таңдауы көбіне Египетке, Түркияға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Қытайға және Таиландқа түседі. Қазақстан 1993 жылы дүниежүзілік туризм ұйымының мүшелігіне енді. Содан бері туризм дамыту бойынша түрлі идеялар мен жоспарлар айтылуда. Алайда соның бәрі тек сөз жүзінде ғана. Ал бүгін Орталық Азияда турист үшін талас өршіп тұр. Қазақстанның басты қарсыластары Өзбекстан, Қырғызстан және Моңғолия мемлекеті. Қазақстан өзінің ерекше туристік әлеуетін көрсетпесе, бұл елдерден озуы қиын.
Алайда қарапайым экономика YouTube арнасының ұжымы Қазақстандағы туризмнің дамымауының басты себебі басқада деп санайды. Туризмнен түсетін табыс тікелей халыққа және жергілікті бюджетке түседі. Ол орталыққа, яғни Астанаға бұл ақшаның аз ғана бөлігі бұйырады. Өзге салаларға, мысалға мұнай, көмір немесе мыс саласында керісінше әуелі қаражат орталыққа түседі. Мысалға Түркістанға келген туристің ақшасының негізгі бөлігі түркістандықтарда немесе облыс бюджетінде қалады. Астана бұдан көп табыс таппайды. Шынайы халық мүддесі бірінші орынға шыққан жағдайда туризмге көзқарас мүлдем басқаша болар ма еді? Қарапайым экономика арнасы әлі көптеген қызықты әрі пайдалы видеолар жасайды. Арнамызға тіркеліңіз, сонда сіз жаңа видео шыққанда жіберіп алмайсыз. Егер жаңа видео жылдам шыққанын қаласаңыз, арнаға қаржылық қолдау көрсетсеңіз болады. Арнамызға өтіп, біздің басқа да қызықты экономикалық видеоларымызды көріңіз.